Баршаңызға сәлем, сіздермен салмақ тастаудың оңай жолдарымен бөлісетін боламын. Артық салмақтан құтылу үшін дұрыс тамақтанып физикалық күштеме жасау жеткілікті болып табылады. Бірақ ең алдымен ішкі гормондарыңыз дұрыс жұмыс жасау қажет. Яғни қалқанша безі, бүйрек үсті безі, мидағы гипофиз, гипоталамус жүйесі және эстроген, тестостерон гормондарыңыз қалыпты жұмыс жасау қажет. Артық салмақ жас өсе келе күрделі ауруларға алып келеді. Атап айтқанда семіздік, атеросклероз, яғни тамырларды май басады. Инфаркт, стенокардия, артрит, диабет, гипертония сынды ауруларға ұшыратады. Салмақ тастау кезде әртүрлі шайларды, таблеткаларды қолданбаған абзал. Өйткені олар медициналық тексерулерден өтпеген және сынама жұмыстары жасалмаған. Сондықтан да олар кері әсер етіп, токсикалық гепатит дамытуы мүмкін, яғни бауырыңызды құртады. Және салмақты бірден түсіруге болмайды. Аштық жариялауға болмайды. Себебі мұндай кезде холестериннің мөлшері күрт жоғарылап, өттің қызметін бұзып аламыз. Бірден көп салмақ тастау майды емес, бұлшықеттің көлемін азайтады. Салмақ тастаудың ең басты шарты 80% дұрыс тамақтану, ал 20% физикалық күштеме. Ал ендеше дұрыс тамақтану дегеніміз не? Дұрыс тамақтану дегеніміз бұл диета емес. Бұл рациондағы белок, көмірсу және майдың үйлесуі. Белок ет, жұмыртқа, сүзбе, ал май майлы балық, жануар және өсімдік майы және жаңғақтар. Ал көмірсу дегеніміз қара нан, жемістер мен көкөністер. Және судың мөлшерін реттеуіміз қажет. Таңертең ұйқыдан тұрғанда аш қарынға 1 стакан жылы су ішуіміз қажет. Ол өттің жұмысын және іш қатудың алдын алады. Және күніне салмағыңызға қарай су ішуіңіз қажет. Ол зат алмасуды жақсартады. Яғни, сіздің егер салмағыңыз 60 кг болатын болса, салмағыңызды 30-ға көбейтесіз. Онда сізге 1800, яғни 1,8 литр су ішу қажет. Және суды ішкен кезде оны бірден сіміріп емес, ұрттап ішу қажет. Одан кейін физикалық күштеме. Сізге фитнеске, спортзалға барудан қажеті жоқ. Күніне 30-60 минутыңызды арнап, жүгіруге, немесе жүзуге, билеуге, велосипед айдауға, немесе кардио жаттығуларды жасауға болады. Түнемеге ештеңе жемеген абзал. Кешкі асты ұйқыға дейін 3-4 сағат бұрын жеу қажет. Егер қатты қарныңыз ашатын болса, пайызы аз айран ішуге болады. Және кешкі ас ауыр болмау қажет. Және ұйқы. Егер ұйқыңыз қанбайтын болса, салмақ жинап, зат алмасу баяулайды. Сондықтан да күніне 7 сағат ұйықтау қажет. Және күндізгі мезгілде жемістерден, көкөністерден смузи жасап ішуге болады. Смузилар ағзаны әртүрлі токсиндерден, шлактардан тазартады. Рационда тұзды және қантты мүлде шектеп тастауға болмайды. Тек оларды аз-аздан қосып үйрену қажет. Ал қант ол бізде көмірсу болып табылады. Және міндетті түрде алкогольден, спирт өнімдерінен бас тартқаныңыз абзал. Салмақ тастау ол таразының көрсеткіші емес. Ол объемның, яғни көлемнің азаюы. Ең бірінші күндері 1 апта 10 күннің ішінде сіз күніне 1-2 килодан тастайсыз. Ал қалған күндері күніне 100 грамм, 200 грамм немесе 300 граммнан тастайсыз. Өйткені сіз рационды дұрыстағаннан кейін денедегі артық сулар, яғни ісінулер кете бастайды. Содан кейін ғана майлар кете бастайды. Майлар салмағы өте жеңіл болып табылады. Сондықтан да 100, 200, 300 грамм ғана тастай аласыз. Дұрыс тамақтану күнделікті өмір салтымызға айналу қажет. Сонда ғана аты жаман аурулардан алшақ бола аламыз. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.